Біз бауырлар бірге өскен ұланымыз, елдің жеткен ерлік намыс, лаула ұраны елдің. Өткен тарих ғасырларға, сапа шегі басуларға, бабаларға, батырларға ұқсап келеміз. Ердос би, тоқтамас аула, Ердос би, тоқтамас аула, Ердос би, тоқтамас аула, Ердос би, тоқтамас аула. Таңғажайып тылсым күш бар, жақсылыққа жаны құштар Ердос би. Сендерді кім жіберді? Өгей шеше жіберді. Сен жіберген адамдардан түк шықпады. Осы жолы күлтегінді қолға түсірсек, онда мен сақтардың патшасы боламын. Базарды өрте. Көп болады. Базарды өртеген күлтегін хан деген өсек таратыңдар. Әміріңізге құлдық. Базарды өртеген күлтегін хан дейді. Бұл кең даланың патшасы сен болуың керек. Бұл күлтегіннің уәзірі інел. Апарып зынданға тастаңдар. Ананы қара. Ердос би самға, тоқтамас аула! Су сарқыра! Өзі шығып айтсын. Қармақанды шақырсаңдаршы. Кім өртеді базарды? Базарды өртеген күлтегін хан өзі серуендеп жүргенде дәу жылан жеп қойыпты. Онда бізге кім патша болады? Сол дәу жыланда бөгі жеңіп қалаға әкеле жатыр. Бұйрығыңыз орындалды, өгей шеше. Сен қаланың ортасынан дәу жыланды алып өткенде, халық сені патшамыз деп танитын болар. Атлаула!
тірі екен. Қара қызметші онымен алысып жатыр. Тоқта! Отлаула! Жел саулы! Өзің қазған орға өзің түстің деген болса. Мен бұл жерден де аман шығам. Бұл жерден аман шықсам, Күлтегін ханнан кешірім сұраймын. Еліміз бен ынтымағымыз тойлаған, болашағымызға жол көрсетуші Күлтегін хан жасасын. Ердос би самға тоқтамаз Алла! Біз бауырлар бірге өскен ұланымыз елдің жеткен ерлік намыс лаула ұраны елдің. Өткен тарих ғасырларға сапа шегіп асуларға, бабаларға, батырларға